Баршаңызға қайырлы күн, сүйікті менің көрермендерім. Бүгін сіздермен корей салатының өте керемет болып шығатын, әрі оңай жасалатын рецептімен бөлісетін боламын. Тура базарда кәріс апаларымыз жасайтындай болып керемет болып шығады. Бізге керекті заттар: сарымсақ, паприка, ащы қызыл бұрыш, ұсақталған кориандр, тұз, қант, уксус және сәбіз, әрине терка керек болады. Алдымен сәбізімізді осы үккіштен жақсылап өткізіп дайындап аламыз да, мені көрдіңіздер ме, ірі қылып ұзын етіп өткізіңіздер сәбізді. Содан соң осы сәбіздің үстіне тұзымызды саламыз, қантымызды саламыз және жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Қатты мыжып, езіп араластырудың қажеті жоқ, қыздар. Жай ғана тұзымыз бен қантымыз ерейтіндей етіп салмақ салмай араластырамыз. Неге жақсылап араластырып алып, бетін жауып бір шетке қоя тұрамыз. Енді кезекте сарымсағымызды үккіштің ұсақ жағынан өткізіп дайындап қоямыз алдын ала. Содан соң бізге бір пияз керек болады. Пиязды осылай 6 бөлікке немесе 4 бөлікке бөліп, ірі етіп турап аламыз да, табаға май құйып, майымызды қыздырып, осы жаңағы турап алған пиязды алтын түске еңгенге дейін жақсылап қуырып аламыз. Құрметті менің көрермендерім, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Сол кезде сіз менен шығатын келесі видеоларды жіберіп алмайтын боласыз, және де бірінші болып қарайтын боласыз. Мінекей біздің пиязымыз осылай алтын түске дейін қуырылғаннан соң пиязды сүзіп алып тастаймыз. Содан соң жаңағы сәбіздің үстіне ұсақталған кориандрды саламыз, паприканы саламыз және де ащы қызыл бұрышымызды саламыз. Енді қызып тұрған ыстық майымызды осы дәмдеуіштердің үстіне құямыз. Содан соң жаңағы дайындап алған сарымсағымызды саламыз. Қыздар, бізге 3-4 ас қасық бөлме температурасындағы су қажет болады. Осы суға жарты ас қасық уксусты қосып жақсылап араластырып алып, осы суды сәбізіміздің үстіне құямыз. Сол кезде біздің салатымыздан уксустың дәмі қатты білінбей, дәмі өте керемет болады. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластыру барысында қатты салмақ салмай, мыжбай, жай ғана осы дәмдеуіштерді араластырып алсақ жеткілікті. Жеңіл қолымызбен араластырамыз. Салмақ салып, мыжып араластырып қажет емес, қыздар. Байқасаңыздар, базардағы салаттар өте керемет болып, сәбізі езілмей тұрады. Сондықтан да жай ғана жеңіл араластырып аламыз. Мінекей достар, осымен біздің өте керемет, дәмі дәл базарда кәріс апаларымыз сататындай болып, керемет болып шығады. Мен бұл салатты жасап қойған кезде менің жолдасым ойлапты, базардан сатып алды деп. Сондықтан да міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Ең бастысы, мен атқан қағидаларды ұстана отырып, соны дәл жасасаңыз, салаттарыңыз өте керемет болып шығады. Ас болсын достар. Рецепт ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар.